Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ерекше паста дайындайтын боламыз. Алдымен табамызға май құямыз. Одан кейін тұз бен бұрыш қосылған сиыр етінің фарштарынан видеодағыдай дөңгелек шарлар жасап алып, оларды барлық жағынан жақсылап қуырамыз. Фарштарымызды жақсылап араластырып, барлық шетінен қуырамыз. Одан кейін оларды бөлек салып аламыз. Пиязымызды және сарымсағымызды жақсылап қуырамыз. Оның үстіне блендермен езілген қызанақтарды салып қуырамыз. Енді осының үстіне бағанағы фрикаделькиді саламыз. Оның үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз салып, үстіне фетучини кеспелерін саламыз. Оның үстіне 2-3 стакан су және де 1 стакан сүт немесе кілегей құямыз. Біраз піскеннен кейін үстіне қызанақтарымызды және де еритін моцарелла немесе сулугуни сияқты ірімшіктерімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минут 10 минуттай пісіреміз. Енді оның үстіне аскөйлігімізді саламыз. Осымен пастамыз дайын. Пастамыз осындай болып шықты. Өте дәмді, дәмі өте ерекше, ірімшік пен кілегей өте керемет дәм береді. Баршаңызға ас болсын. Каналыма жазылып, егер рецепт ұнаса, лайк қоюды ұмытпаңыз. Комментарийде тағы да қандай рецепттер көргіңіз келетінін жазып қалдырыңыз.